Еңбектің қаласы кеншілер шаһары. Сәтбаевтың атауын естісе, иісі қазақтың көкірегін мақтаныш кернейді. Алайда өзегі өндірістен, тамыры тағылымды тарихтан бастау алатын қазыналы шаһардың бүгінгі тыныш тіршілігі мәз емес. Соңғы жылдары экологиялық ахуал тіптен нашарлап барады. Қала көшелері мен үйлерді, көліктерді қара күйе басып жатыр. Ауаның ластанғаны соншалық, ақ ұлпа қардың өзі қарайып кеткен. Қапқара шаһарда әрі қарай өмір сүру мүмкіндігіне күмәндана бастапты жұрт. Тұрғындар ауаның бұлайша ластануы қаладағы қазандықтың әбден тозығы жеткеннен деп отыр. Үйдің бәрі қап-қара болып кетті. Терезе ашамаймыз. Не то, что терезе ашқаннан бұрын үйге кіріп жатыр ғой. Далада да жөтеліп жүрміз осы неден. Енді қарда да көріп тұрсыздар ғой, қандай қар жаман болып қалды. Қаланың өзінен де жаман болып кетті. Қаладан бұрын балалар качели, үсті бәрі кір-кір болып келеді ғой, қара қардан. Не то слово снег, окна. Қала өте ластанып кетті. Жылу электр орталығының маңайы тіптен қара. Терезе ашсақ болды, лас ауа үйге кіреді. Жағып жатқан көмірден шығар мүмкін. Соңғы күндері тіптен ластанып жатыр ауа. Далаға шықсақ болды, жөтел қысады. Сәтбаев қаласының тұрғыны спортты жанына серік еткен Алдияр Амангелді әдеттегідей таңда тұрып спортпен шұғылдану үшін далаға шыққандағы көріністен шошынған. Ластанған ауада жаттығу жасау былай тұрсын, далаға шығудың өзіне жүрексініп қалдық деп отыр. Былтырлары қатты байқалған жоқ, осы жолы енді кәдімгідей қатты байқалды. Жүгіріп жүреміз, көзімізге бір нәрсе кіреді. Енді біз ойлағанбыз, енді 31 күндер жүгіргенбіз, жаңа жылдың қарсаңында ғой. Сол кезде салюттың шоқтары шығар деп. Сөйтсе ол адамдар жанымда адамдар айтты. Котельняның несі күлі ғой деп айтты да. Сол одан кейін шығып жүрдік. Қар деген енді масқара. Бұрын үйдегі кілемдерді даладағы қарға қағу үшін шығаратын едік, қазір кілем түгіл балаларды ойнатуға да қорқасын ше. Енді қазір міне іштегі залға барып тұрық, помещениеге. Қазақмыс корпорациясы Сәтбаев қазандықтарында жылу өндіру үшін арзан көмір пайдаланылатынын растады. Бұл тарифтердің өсуін тежегенімен экологиялық жағдайға және жабдықтарға кері әсерін беруде. Сондай-ақ 1962 жылдан бері қолданылып келе жатқан жабдықтардың да тозығы жеткен. Газ тарату жүйелері толығымен ескірген және қазіргі экологиялық стандарттарға сәйкес келмейтін көрінеді. 2024 жылы жылумен үздіксіз қамтамасыз етуге бағытталған ауқымды жөндеу жұмыстары жүргізілді. Өткен жылғы жөндеу жұмыстарына жұмсалған шығындардың жалпы сомасы 1,6 миллиард теңгені құрады. Қазіргі уақытта жылу энергиясы кәсіпорын экологиялық көрсеткіштерді жақсартуға және кешенді экологиялық рұқсат алуға бағытталған ең жақсы қолжетімді технологияларды енгізу бойынша белсенді жұмыс істеуде. Ең маңызды жоба газ тарту жүйесін орнату. Бүгінгі таңда Сәтбаев қаласын газдандыру бойынша жоба әзірленуде. Ол жеке сектордың барлық үйлерін қамтиды. Бұл қазандыққа жүктемені азайтуға, сондай-ақ атмосфераға шығарындыларды азайтуға мүмкіндік береді. Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің баспасөз қызметі. Жабдықтарды жаңғырту мен жаңа экологиялық технологияларды енгізу бойынша жұмыс жасалып жатқанымен өзгеріс жоқ. Шаһардың өкпесі осымен өше ме, кім білсін дейді тұрғындар. Әзірге сәтбаевтықтар үшін жұтқан ауаның өзі қатерлі болып тұрғаны анық. Гүлмұрат қызы, Мейіржан Мерамұлы, Ұлытау телеарнасы.